Сіздер ме, жас зерттеушілер, бүгінгі тәжірибе алаңына қош келдіңдер. Сәлем достар. Балалар, сендерге не білгілерің келеді? Бәрін білгім келеді. Айналаңыздағы құбылыстың бәрі бізге қызық. Өте жақсы. Балалар, олай болса қазір сендерге бір жұмбақ жасырғым келіп тұр, соның жауабын табуға тырысыңдар, жарай ма? Жаңбыр жауып басылды, аспан шайдай ашылды. Қызыл, сары жасылды, көкте бір зат асылды. Бұл не екен балалар? Кемпір қосақ. Өте жақсы. Енді осы кемпір қосақтан қалай пайда болатынын білеміз ба? Асыл айта қойшы. Күн сәулесі су тамшыларынан өткен кезде 7 түске бөлінеді. Дұрыс айтасың, Асылан, 7 түске бөлінеді екен. Осы 7 түсті біз атап берейікші кемпір қосақтан. Кән? Қандай түс? Қызыл, сары, жасыл, күлгін. Өте жақсы. Енді бүгін біз осы кемпір қосақты өзіміз жасайық, иә? Тәжірибе алаңында соны зерттейміз. Ол үшін бізге керекті құрал жабдықтар бар екен. Қандай құрал жабдықтар? Атап жіберейік. Бибер, қылған, бояғыш, қасық, Екпе, үлкен стакан. Қызыл түсте біз құмшекер қосқан жоқпыз. Қалғандардың барлығына құмшекер қосқандықтан, ол ауыр болғандықтан ең астында қалады екен. Сонымен кемпір қосағымызды тәжірибе жасап көрдік па? Иә. Ал, жақсы. Балалар, бізде тәжірибе жасайық деп тұрмыз. Менің қолымда полиэтилен пакет. Осы пакеттің ішінде не өттіңіз, балалар? Су. Енді қазір бір қызық тәжірибе жасағымыз келіп тұр. Тестеңде су төгілмейді деген тәжірибе. Қызық па сендерге? Иә. Соны көрейік өзіміз жасап. Ол үшін бізге мынандай 3 қалам беремін үшеуің қолыңа. Қазір мына пакетті мен ұстап тұрамын. Енді оғанда қандай сиқырлы су тестеңді ақпайды. Неден деп ойлайсыңдар? Мен айтайын, сендерге түсіндірейін. Балалар, себебі мына пакет резинке сияқты созылады. Итерген кезде созылады екен. Біз қаламда тықтық қой, сол кезде ол созылды да, мына қарындаштарды өзімен бірге құшақтап ұстап қалды. Сондықтан ол су төгілмейді екен. Көрдіңдер ме? Қызық па? Иә. Ал енді сендерге сұрақ қояйын. Су не үшін төгілмеді? Кім айтады? Асыл, сен айтшы. өйткені пакет резинка сияқты созылады. Ал қарындашты қандай не болады екен? Қарындаш пакет ұстап алады. Қалай ұстайды екен? Құшақтап ұстап қалады, сондықтан не істемейді? Су ақпайды. Сондықтан су ақпайды екен. Ал егер де біз осы қарындашты алсақ не болады, балалар? Су ағады. Ағатты ойлайсыңдар ма? Су ағып кетеді екен, бірақ мен алмай ақ қояйын. Қалай тәжірибе қылады ма сендерге? Иә. Міне тамаша, біз тәжірибе жасадық. Көп рахмет.